Біз бүгін екі тақырып өтеміз. Біріншісі дәрумендер, олардың сипаттамасы және жіктеу. Екінші тақырып адам ағзасы үшін негізгі дәрумендердің маңызы деп аталады. Дәрумендер ол тіршілік етуге қажетті ерекше органикалық заттар болып табылады. Ол латын тілінен енген сөз. Латынша вита деген ол тіршілік, өмір деген мағынаны білдіреді. Дәрумендерді 1880 жылы орыстың дәрігері Лунин ашқан болатын. Ол кісі эксперименттік жолмен жануарлардың қорегінің құрамында нәруыздар, майлар, көмірсулар, су, минералды тұздармен қатар витаминдер болу керектігін дәлелдеген болатын. Витамин деген терминді 1912 жылы пайда болғантын. Дәрумендер олар латынның бас әріптерімен белгіленеді, мысалы А, В, С, Д деген сияқты. Және кейде кейбір әріптердің қасына сандар жазылады, себебі ол дәрумендердің ашылу реттілігін көрсетеді. Дәрумендерді біз екіге бөлеміз. Ерігіштігіне байланысты ол суда еритін дәрумендер және майда еритіндер. Суда еритіндерге С, ПП және В тобының дәрумендерін жатқызамыз. Ал майда еритіндерге К, Е, Д, А, яғни кеда, осы 4 витаминді жатқызамыз. Суда еритін дәрумендер көбінесе өсімдіктегі өнімдерде, ал майда еритін дәрумендер керісінше жануартекті өнімдерде кездеседі, болады. Ағза үшін қажетті дәрумендердің тәуліктік мөлшері 180-200 миллиграммды құрайды. Олардың ағзадағы жетіспеушілігін біз гиповитаминоз деп атаймыз. Ал күнделікті пайдаланатын тағамдардың құрамында қандай да бір дәруменнің ұзақ уақыт болмауын авитаминоз дейміз. Ал дәрумендерді шамадан көп пайдалану біздің ағзамыз үшін зиян. Бұл кезде керісінше гиповитаминоз орын алады. Енді осы витаминдердің реттілігі бойынша таныстыра кетейін сіздерді. Бірінші витамин бұл бізде С витамині. С витамині бұл аскорбин қышқыл деп аталады. Тәуліктік мөлшері 60-100 миллиграммды құрайды. С витаминінің ағзаға әсерінің барлық қыры әлі күнге дейін белгісіз. Сондықтан маңызды және жақсы зерттелген қызметтерін қарастырайық. Бірінші бұл витамин ағзаның жұқпалы ауруларға қарсы тұруын арттырады және антидене синтезделетін ферменттердің құрамына кіреді. Сүйектің, тістің берік болуына әсер етеді және де эпителий ұлпасының қалпына келу жылдамдығын арттырады. Одан басқа С дәруменінің жетіспеуінен адам тез шаршайды және олардың сілемейлі қабықшасы қабынып қызыл иекке қанайды. Қызыл иек деген ол десна, иә. Бұл дәруменнің авитаминозы кезінде құрқылақ деген ауру пайда болады, яғни цинга дейміз бұл ауруда. Осы адам ауырған кезде адам әлсінеді, жаңағы айтқан қызыл иегі қабынады, қанайды, тістері де түсіп қалуы мүмкін, буындары ісіп кетуі мүмкін. Егер ағзаны С дәруменімен қамтамасыз етпесе, адам өміріне қауіп төнуі де мүмкін. С дәрумені көбінесе көкөністердің, жеміс-жидектердің құрамында болады. Солардың ішінде әсіресе итмұрында өте көп болады. Қара қарақатта, лимонда және басқа да цитрус дақылдарында, қырыққабатта, әсіресе ашыған қырыққабатта көптеп кездеседі. Келесі дәрумен бізде В1 дәрумені. Біз бұның ғылыми атауын тиамин деп атаймыз. Бұл В1 дәрумені В тобына жататын басқа дәрумендер сияқты жүйке жүйесінің қызметіне маңызды рөл атқарады. В1 дәруменінің жетіспеуі көмірсулардың алмасуының бұзылуына әкеліп соқтыруы мүмкін. Соның салдарынан жүйке жүйесі және жүрек қан тамырларының жүйесі бұзылады. В1 дәруменінің авитаминозы кезінде адамда бери-бери ауруы пайда болады. Бұл кезде адам не істейді? Денесі қалтырайды, қимыл қозғалысы бұзылады, ұйқышыл болады, селқостық болады, миы және қалыпты жұмыс істемейді. Және де қазіргі кезде бери-бери сияқты аурулар өте аз кездеседі. Бұл ауру тек күрішпен тамақтанатын оңтүстік шығыс Азиядағы түрмеде жатқан адамдардың арасында пайда болған. Бұл витамин көбінесе күріш, бидай, арпа, сұлы кебектерінде, жасыл ас жапырақтарда, салат жапырақтарында, сүт өнімдерінде, жұмыртқа, жидектерде өте көп болып келеді. Осы тиамин гиповитаминозының белгісіне келетін болсақ, адамда бас ауырады, жүрегі жиі соғады, аяқ-қолдары дірілдейді. Тәуліктік мөлшеріне келетін болсақ, 1,5-2,5 миллиграммды құрайды. Мен жаңа жерде 2-3 деп белгіледім ғой сіздерге. Ол жауапта келіп қалуы мүмкін, 2 жауапта дұрыс қайсы келеді, соны белгілейсіздер. Келесі витамин бізде бұл А витамині. Оның ғылыми атауы ретинол деп аталады.
осы А витамині ағзаның өсуі мен дамуына, эпителий ұлпасының жасушаларының теріге, шашқа, шышты қабықтың жаңаруына қалыпты көру үшін өте қажет болады. А витамині ымыртта және түнде жақсы көруге әсер етеді. А дәрумені егер жетіспесе, теріңіз құрғақ болады, жарылады, қабыршақтанады және тыныс алу жолдарының сілемейлі қабығы мен көздің қасан қабығы қалпына келмейді. Осы А дәруменінің авитаминозы кезінде адамдарда ақшам соқыр ауруы пайда болады. Адам қас қарайған кезде көруі нашарлап, жалпы көруі төмендеп кетеді. А дәруменінің зашарлары ол өсімдіктің қызыл сары пигменттері каротин болып келеді. Біз оларды өсімдік текті тамақтар арқылы аламыз. Мысалы, сәбіз, өрік, итмұрын, асқабақ, аш жапырақтардың құрамында өте көптеп болып келеді. Осы каротинді ағзамыз жақсы сіңіру үшін аталған өсімдіктерді жануар немесе өсімдік текті майын, қаймағын қосып жеу керек бірге. Каротин ол бауыр жасушаларында және шектің қабырғаларында А дәруменіне айналады. Тәуліктік мөлшері 1-2 миллиграммды құрайды. Кей оқулықта 2,5-10,5 миллиграмм деп тұрады. Жаңағы қайталаймын, қай сан кездеседі тәуліктік мөлшері, соны белгілейсіздер. Көбінесе 1-2 миллиграммды белгілей кетесіздер. А дәрумені көп мөлшерде жануар текті өсімдіктерде де көп болады. Ол бауырда, сары майда, сүтте, жұмыртқаның сарыуызында, уылдырықта, балық майында көптеп кездеседі. Келесі витамин бұл бізде Д витамині. Оны біз кальций, ферол деп атаймыз. Бұл ішек бүрлерінің тамақтан кальций мен фосфорды сіңіру үдерісін қамтамасыз етеді. Қызметі Д дәрумені болмаса, кальций фосфаттары тамақтан қанға түспейді және сүйек ұлпасына жетіспейді. Сүйек әлсіз болады. Қараңыздар. Д дәруменінің гиповитаминозы бұл балаларда мешел ауруы пайда болады. Естіген шығарсыздар, рахит деген ауру, кішкентай балаларда әсіресе болады. Аяқтары талтақ болып тұрады ол балаларда, білетін шығарсыздар. Дене салмағының ауырлығынан аяқтары балалардың қисаяды, кеуде қуысы көкетке және шекке қысым түсіретіндіктен қарны қампиып шығып тұрады балаларда. Жалпы мешелмен ауыратын баланың бойының өсуі баяулайды, басы үлкен болады, ұйқысы бұзылады. Кішкентай балаларда көп кездеседі және бұл балалар жұқпалы аурулармен өте көп ауырады. Осы Д дәруменін ультракүлгін сәуленің әсерінен тері жасушалары синтездейді. Сондықтан далаға кішкентай балаларды көптеп шығарамыз ғой, Д витаминін қабылдаймыз деп, әсіресе таңертеңгі уақыттарда, немесе 2-ден кейінгі уақыттарда. Сондықтан біз Д дәруменін күн дәрумені деп атайды. Тестта осы сұрақ көп келеді. Күн дәрумені деп аталатын дәрумен деп. Д деп белгілейсіздер, ұмытпаңыздар. Мешел ауруының алдын алу үшін кішкентай балалар күн ваннасын қабылдау қажет. Ағзаны Д дәруменімен толық қамтамасыз ету үшін тамақпен бірге де ол түсу қажет. Тек қана күннен емес, тамақпен де аламыз. Қандай тамақтардың құрамында кездеседі? Д дәрумені көбінесе ол бірінші орында балық майында, бауырында, атлант майшабағында, килкалар, яғни жұмыртқада, сүтте, майда көптеп кездеседі. Өсімдік текті өнімдерде Д дәрумені жоқ десек те болады. Қараңыздар, естеріңізге сақтап қалыңыздар. Бір тәуліктегі қажет мөлшері адам, яғни ересек адамдар біз 2,5 миллиграмм қабылдауымыз қажет, ал балалар 12,5 миллиграмм қабылдауымыз қажет. Енді қараңыздар, өздеріңіз тәуліктік мөлшер осындай мөлшер Д витаминін қабылдап жүрсіздер ме, жоқ па, білетін боласыздар. Келесі витамин бұл бізде В2 витамині. Ғылыми атауы рибофлавин деп аталады. Бұл орталық жүйке жүйесінің қалыпты жұмыс істеуіне, сондай-ақ зат алмасуға, қан түзілу үшін маңызы зор. Қараңыздар, қызметі, рибофлавиннің жетіспеуі терінің, шырышты қабықтың зақымдануынан көрудің бұзылуына себеп болады. Баланың ағзасында В2 дәрумені жеткілікті түспесе, бойының өсуі, яғни азая тоқтай бастайды, ішкі мүшелерінің шырышты қабығы мен терісі қабынады. Көздің мөлдір қабығы да қабынып, көзден жас ағады. Қараңыздар, осындай ерекшеліктері бар. В2 дәрумені көп мөлшерде аштықыда, дрожжи дейміз, бидайдың кебегінде, бұршақта, сүтте, етте, жұмыртқаның сарыуызында көптеп кездеседі. Бұл дәрумендің біз тәуліктік мөлшері 2-2,5 миллиграммды қабылдауымыз қажет.
Келесі витамин бізде бұл В6 витамині. Ғылыми атауы пиридоксин деп аталады. Негізінен бұл нәруыздардың алмасуын реттейді ағзада, және ағзаның темірді пайдалануына, эритроциттердің жетілуіне әсер етеді. Яғни қанмен байланысты, байқап тұрсыздар. Ол майлардың алмасуын, бауыр мен терідегі дұрыс аталмасуды қамтамасыз етеді. В6 дәруменін ішек микрофлорасы синтездейді, және осы В6 дәрумені жетіспесе, жаңағы қанмен байланысты дедік қой, адамда анемия, дерматит, яғни тері ауруы және тырыспа, алдыңғы сабақта айтып кеткен ауруларын тудырады. Бұлардың тәуліктік мөлшері 1,5-2 миллиграммды құрайды, және кейде 2-ден де асып кетуі мүмкін. Бірақ осы 1,5-2 миллиграммды тесттеп келгенде белгілейсіздер. Келесі витамин бұл бізде В12 дәрумені. Бұның ғылыми атауы цианкобаламин деп аталады. Бұның басты қызметі қан түзілу үшін қажет. Ол бауырдың қызметін реттейді, жүйке ұлпасы жасушаларының жаңаруына қатысып отырады. Егер сізде В12 витамині жетіспесе, қатерлі анемия ауруы тудырады. Білесіздер, ол қандай ауру екен? Бұл витамин бауырда, бүйректе, жұмыртқада өте бай болып келеді. Оны ішек микрофлорасы шамалы түрде синтездейді. Сондықтан В12 дәрумені үнемі бірге біздің ағзамызға тамақпен бірге түсіп тұруымыз қажет, қабылдауымыз қажет. Бұның тәуліктік мөлшері қажеттілігі 2-3 миллиграммды құрайды. Келесі дәрумен бізде ПП витамині дейміз, немесе В3 дейді кейде бұны. Ғылыми атауы никотин қышқылы. Бұның витамин асқазан, ішек жұмысына әсер етеді. Бұл витамин, бұл дәруменнің жетіспеуінен адамның ағзасында жалпы әлсіздік байқалады, адамның көңіл күйі өзгереді. Пелагра деген ауру пайда болады. Ол итальян тілінен ауырттырған кезде кезбесөз, қатпарланған, яғни тері ауруы, бір сөзбен айтқанда. Яғни адам терісінде көпіршіктер мен дақтар пайда болады бұл аурудан. Бұл ниацинге, жануартекті өнімдер мен ашытқыға бай болып келеді. Еттің құрамында, жұмыртқа, қара нанда, жер жаңғақтың құрамында көптеп кездеседі. Тәуліктік мөлшері, яғни бір тәулікте 15-20 миллиграмм осы дәруменді біз қабылдауымыз қажет. Е дәрумені, оны біз токоферол дейміз. Бұл дәрумен жетіспесе, бедеулікке, бұлшық дистрофиясына, анемияға, балаларда көру қабілетінің бұзылуына, кейде семіздікке де әкеліп соқтыруы мүмкін. Е дәрумені көбінесе көкөністердің құрамында көптеп болады, өнген дақылдарда, өсімдік майларында, жұмыртқада көптеп кездеседі. Бір тәуліктегі қажеттік мөлшері 10-20 миллиграммды құрайды. К витамині, оны филохинон дейміз ғылыми атауын. Бұл дәрумен жетіспесе, қан ұйуының бұзылуына, соның салдарынан қан жоғалтуға апарып соқтырады. К дәрумені көбінесе саумалдықта, шпинат, білесіздер, қалақайда, түсті қырыққабатта, асқабақта, сәбізде өте көп кездеседі. Сонымен қатар ол ішек микрофлорасын синтездейді. Бұның тәуліктік мөлшері 0,2-0,3 граммды құрайды. Балалар, енді мен сіздерге өте көп ақпараттар айттым. Сіздерге көбінесе өздеріңіз пробный тесттерді көріп жүрсеңіздер, жаңағы ғылыми атауы деген сұрақтар көптеп кездеседі. Тәуліктік мөлшері деген, және көбінесе қандай ауру тудырады, және де қандай өсімдіктердің құрамында, яғни А витамині, К витамині, Д витамині, С витаминдер кездеседі деген сұрақтар көптеп кездеседі, тапсырмалар. Сондықтан мен айтып кеткен өсімдіктің, жануар текті азықтардың барлығын дәптерлеріңізге жазып жаттаңыздар. Әсіресе жаңағы ғылыми атауына көп көңіл бөліңіздер, және де ғылыми атауына және ауруларға көп көңіл бөліңіздер.